әкешім мен анашыма бауырларыммен жиналып 2 миллион теңге береміз. Көбісі маған комментарий жазады, былай кездесуде де кәсіпкер ағаларым да айтып жатады, Қанат, сен жалпы қалай үлгересің осының барлығына дейді да. Барлық ана жақта жүресің, бір сен ағалада бір қарасам Алматы, бір қарасам Ақтау, бір қарасам Қызылорда деп жатады. Но енді Аллахтың қалауымен энергияны қайдан аласың дейді маған. Энергияны мен осындай шәкірттерімнен, осындай сообщениелерден, осындай комментариялардан маған энергия. Неге? Өйткені мен шәкірттерімнің жетістігі ұстаздан шәкірт озады дейді ғой. Мен шәкірттерім тапит етіп жатқанын көрген кезде мен шынайы жүрекпен, қуанышпен, кәдімгідей өте қатты қуанып тұрмын. Неге? Өйткені Алмат шефтің, азаматтың, шәкірттерімнің бір шайдың үстінде отырып айтылған нәрсе жай ғана себепкеріммен бәрі Аллахтың қалауымен болып жатыр. Ол жігіттерді енді мықты жігіттер негізі. Ата-ана, отбасы, жан-жағыңда достарың барлығы қарым-қатынасы сенің дұрыс болатын болса, сенің бизнесің деген ой тоқтата алмай қаласың ғой, ракета болады ғой, ракета. Энергияны мен осы шәкірттерімнің жетістігінен өте қатты энергия беріп жатыр. Давайте тапит етіңіздер.